Sarışınақтар іннен шықты. Кімді айтайын ба? Қазір сарышынақтар пайда болыпты. Тышқан болып үндемей отырған адамдар қазір шығып, зорлық зомбылыққа байланысты, балаларға байланысты заңнамаға зиялы қауымдар жаза бастапты. Біз, мен сияқты блогерлер, біз амбразураға бірінші секіретін мясомыз негізі. Олар бірінші қарайды, бұларға ешкім тиісіп атқан жоқ па, мемлекет істеп атқан жоқ па, соттап атқан жоқ па, бұларды қысып жатқан жоқ па, тағы да басқа құзырлы органдар. Сөйтіп, ешкім тиіспеген аңдығаннан кейін, сосын олар шығады, типа біз халық үшін деп шығады да осыған қарсы сөз айтады. Енді оларға ешкім тиіскен жоқ, енді бізге де тиіспейтін шығар деп жазады. Жай ғана жазады, бірақ видео обращениемен шықпайды. Мәселе осыда. Тышқан болып отырғанша жай жазбай қойыңыздар ағайын. Сіздер зиялы қауымсыздар ма? Шығып видео обращение жасаңыздар. Халық сіздердің жазғандарыңызды оқымайды ағайын. Сіздердің сөйлеп, бейне баян жазып, осында жариялағандарыңызды көріп тыңдайды. Үйтіп өтірік мүләйімсімай қойыңыздар. Аман болыңыздар.